Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта 1688 сайты жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Яғни оған қалай регистрация жасаймыз сол жайлы. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта осы Қытай сайттарының басқа да сайттармен бөлісетін боламын. Мен өзімнің парақшамда Pinduoduo курсын өтуді түсіндіргенмін. Енді 1688 жайлы сабақтар түсіретін боламын. Ең алдымен App Store'ға немесе сіздерде кәдімгі Android болса, осы Play Marketке кіріп поиск жасайсыздар. Менде iPhone болғандықтан 1688-ті App Store'ға кіріп поиск жазамын. Жазған кезде маған осындай страница ашылды. Тура мына екінші қатардағы Open деген басам. Мен жүктеп алғанмын бұл 1688 сайттан. Маған осындай страница ашылды. Alipay картасы мен алдыңғы сабақта түсіндірген болатынмын. Описание бөліміне сілтемесін қалдырып өтемін. Қысқаша айтып өтейін. Alipay бұл Қытайдың ішінде қолданылатын Kaspi Gold картасы. Біздегі Kaspi Gold картасы секілді. Енді осы мына жерде Alipay'дің значогы тұр, соның үстін басам. Басқан кезде маған автоматты түрде осындай страница ашылады. Енді мына жерде ағылшын әріптермен тұрған көк жазудың үстін басам. Маған тікелей 1688 сайты Alipay'ді ашқандықтан өзі регистрация жасалып ашылды. Яғни мен көрсетілген нұсқаулықтарды пайдаланып, сіздерде осылай 1688 сайтын аша аласыздар. Pinduoduo сайтының көптеген сатушылары осы 1688 сайтынан оптым товар алып Pinduoduo сайтына қойып сатады. Яғни Pinduoduo сайтында Kaspi Gold, Kaspi магазин сияқты, яғни бағалары да, фото отзывтарын көреміз. Например, Pinduoduo сайтынан. 1688 сайты негізі үнемдейді ақшаны, және де Pinduoduo сатушылары осы 1688 сайтынан товарлар алады. Яғни Pinduoduo сайт арзан дейміз ғой, 1688 сайты одан да арзан. Сіздерге алдағы уақытта 1688 жайлы көптеген мәліметтермен қаржы детальдарын түсіндіретін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ескертетін жағдай, негізі 1688 сайты Pinduoduoдан қарағанда кішкене тіркелу жағы, оплата жағы қиындау. Яғни Alipay картасы арқылы біз 1688 сайтына оплата төлеп зат ала аламыз. Alipay'ге міндетті түрде оған загранпаспорт болу керек. Яғни шетелге шыққанда қолданылатын құжат дейді ғой. Сол сияқты кәдімгі паспорт болмайды, удостоверение, яғни ол Alipay сайты блокқа тығу мүмкін, яғни чек алмауы да мүмкін. Сол себепті загранпаспорт болуы міндетті. Осы Alipay'дің кішкене минусы осындай. Біздегі Kaspi Gold картасы секілді прямо алмайды 1688 сайты. 1688 жайлы қысқаша ақпаратпен бөлісейін. 1688 сайты Pinduoduo сайтына ұқсас болып келеді, бірақ ішінде айырмашылықтар бар. Себебі сіздерге Pinduoduo сайтын көрмегендерге мүмкін сондай өзгешеліктер бар. Яғни мынау главная страница 1688 сайтында басы ашылып тұрған бет. Астындағы екінші YouTube-қа ұқсас значок бұл тікелей эфирлер, яғни сатушылар өздерінің товарларын осы бөлімде тікелей эфирге шығарып отырады. Үшінші бұл сообщение бөлімі, яғни Pinduoduo сайтында мен сіздерге түсіндіргенмін. Сообщение бөлімінде не істейміз, не істеу керек жайлы, бірақ қайтадан айтып өтемін. Бұл жерде сіздер сатушылардан өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар, заттың бағасын сұрап, салмағын сұрап. Енді мынау бұл корзина бөлімі, мынау адам тұрған значок, бұл личный кабинет деп айтылады. Мына жоғарыда тұрған 5 значоктан тұрған бұл сіздердің заказ берген товарларыңыз осы 5 бөліміне өтеді. Мынау астындағы жұлдызшадан басталатын табан тұрған және настройка сияқты бөлімдер. Мына жұлдызша тұрған бөлім бұл корзина бөлімі деп аталады. Сіздерге мысал ретінде бір товарды көрсетейін. Мәселен, мына кроссовкаға кірген кезде маған осындай страница ашылды, және төменде жұлдызша тұр. Осының үстін басатын болсам, маған мына кроссовка корзина бөліміне сақталады. Енді мен товардың корзина бөліміне қалай түскен білу үшін мына личный кабинетте тұрған жұлдызша, яғни звездочка значогын таңдаймын. Бағана кроссовка маған уже осы корзина бөлімінде сақталып тұр. Тағы да айта кететінім, мына табан тұрған бөлім
яғни осы значок біздің осы уақытқа дейін көрген товарларымыз, яғни корзина бөліміне сақтаған товарларымыз тура осы бөлімде тұрады. Алдағы уақытта 16-88 жайлы көптеген ақпараттармен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.